Бүгінгі қоғам ұстаз еңбегін құрметтейтін әділетті орта болуға тиіс. Бірақ өмірде әділетсіз сәттер көп кездеседі. Мектебімізде 2024 жылғы белгілі бір жағдайларға байланысты 5 мұғалім жұмыстан негізсіз босатылуға шақ қалды. Алайда кәсіподақ араласып, заң аясында олардың құқықтары қорғалды. Бұл жай ғана жеңіс емес, бұл ұстаз абыройының кәсіби беделдің сақталған сәті. Кәсіподақ ұстаздың қорғаны, әділеттіліктің тірегі. Мен Сымбат Әліпжанова Шулды ауылы, Бәйтерек ауданының 2-ші аудандық ауруханасының Новенький ауылының жалпы тәжірибелік дәрігері болып жұмыс жасаймын. Сенім кәсіподақ ұйымына кіргеннен бері осы кәсіподақтың маған және менің әріптестеріме қолайлы жұмыс жасауымызға жағдай жасап келеді. Соның бірі былтыр 2024 жылы Астана қаласында өткен іскер әйелдер форумына қатысу маған бұйырды. Сонымен қатар биыл өткен Орал қаласындағы жастар форумында өз белсенділігімді көрсеттім. Кәсіподақ тарапынан маған және менің әріптестеріме жастарға осындай қолдау көрсетіп жұмыс жасауымызға жағдай жасап жатқанына алғысымды білдіремін. Кәсіподақ жастарды қолдайды. Мен аты-жөнім Рахимбаева Ақмарал Тоқтамысовна, Шығыс Қазақстан облыстық мемлекет архивиндағы бастауыш кәсіподақ комитетінің төрағасымын. Қазіргі таңда еңбек қатынастарында қызметкерлердің құқықтық сауаттылығы өте маңызды. Осы тұрғыда кәсіподақ жанындағы заңгерлік клиникалардың рөлі өте ерекше. Мұндай клиникалар кәсіподақ мүшелеріне тегін заңгерлік кеңес беріп, еңбек дауларында құқықтарын қорғауға көмектеседі. Ең бастысы, бұл құрылымдар тек кеңес берумен шектелмей, сотқа дейінгі келіссөздер жүргізуге, қажетті құжаттарды рәсімдеуге және кей жағдайда сотта өкіл болуға да дайын. Бұл жұмысшылар үшін сенімді қолдау, әрі әділдікке жетудің бір жолы деп ойлаймын. Мен Батыс Алтай мемлекет табиғи қорғауында директордың орынбасары қызметіне жұмыс атқарғанмын. Техникалық инспектор болып жұмыс істегеніме 10 жыл уақыт болды. Орманшылар үшін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау әрдайым басты орында болды. Кәсіподақпен бірлесіп атқарған еңбектің арқасында біз қызметкерлердің құқықтарын қорғаудың тиімді жүйесін құрып, қауіпсіздіктің жоғары деңгейіне қол жеткіздік. Бұл үнемі бақылау жүргізудің, тұрақты нұсқамалар өткізудің, жазатайым оқиғалардың алдын алу және еңбек жағдайларын жақсарту бойынша мұқият жұмыстың нәтижесі. Біз орман шаруашылығы саласында жарақаттану деңгейін нөлге дейін түсірдік. Кәсіподаққа алғысымыз шексіз. Зейнеткерлікке дейін 4 жылдан аспайтын мерзім қалғанда біліктілік санатымның қолдану мерзімі ұзартылып, аттестациядан босатылдым. Кәсіподаққа рахмет.